Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалынатын дәмі керемет болып шығатын попкорн рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен қазанға сұйық май құямыз. Майдың үстінен қант салатын боламыз. Газдың астын баяу отқа қоямыз. Енді қантымыз ерігенше баяу отта капкырдың көмегімен араластырып отырып, қантты ертіп аламыз. Қант 7 минут 8 минут көлемінде еритін болады. Қазанның қасынан кетпей, қантты осылайынан ертіп алатын боламыз. Қант еріген соң попкорн жасайтын жүгеріні осы қазанға салып пісіретін боламыз. Енді капкырдың көмегімен араластырып, газдың астын орташа отқа қоямыз. Біраз осылай араластырып болған соң жүгерлеріміз біртіндеп жарылатын болады. Қазанның қақпағын жауып күтетін боламыз. Бірінен соң бірі жарылатын болады. Арасында майлықтың көмегімен қазанды ұстап, осылайынан шайқап тұратын боламыз. Сонда жүгерлеріміз асты күймей, барлығы біртіндеп жарылатын болады. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға сөз жоқ, ұнайды. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осы рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Достарыңызбен осы рецепті бөлісіп қойыңыз. Лайк басып қойыңыз. Сонда мен қатты қуанатын боламын. Осылайынан арасында шайқап дайындайтын боламыз. Барлығы біртіндеп жарылатын болады. Даже жасалып жатқанның өзі өте қызықты, қарап тұрсаңыздар. Барлығы біртіндеп жарылатын болады осылайынан. Көзге сондай гимнастика сияқты қарап тұрсаңыздар. Біздің попкорнымыз дайын. Барлығы жарылып болған соң қазанның қақпағын ашуға болады. Біздің попкорнымыз дайын. Дәмде қатты тәтті емес, орташа болып шығады. Сондай карамельный дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.